برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Құрметті жамағат, баршамызға ұстап жатқан оразамыз қабыл болсын, Рамазан мүбәрәк болсын. Басып келген қадамдарымызға Алла Тағала сауаптан жасын. Кімде-кім тарауих намазын жамағатпенен оқитын болса, атқаратын болса, Алла Тағала оның алдыңғы өткен кіші күнәларын кешіреді деген. Әрі қарай тәлімгер пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның тағылымы жайында хадистерді оқимыз. Енді Абдулла ибн Бусрадан радиаллаху анхудан жеткен хадис: бір ер адам уа Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам, ислам қағидаларының барлығын бірдей орындауға шамам келмей жатыр деді. Маған бір амалды үйретіңіз, соны тастамай еске алудан босамасын деді. Яғни еске алу, сол амалды мен тастамай орындап жүрейін деді. Сонда пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, тілің Алланы еске алудан босамасын деді. Имам Термизи мен Ибн Мәжада келген хадис екен. Сунан ат-Термизи дағуат бөлімінде зікірдің абзалдығы тарауы 5-ші томда келген екен. Және Сунан Ибн Мәжа әдеп бөлімі зікірдің абзалдығы туралы тарауда 2-ші томда 1246 бетінде келген хадис екен. Әрі қарай Суфиян ибн Абдулла Сақафиден радиаллаху анхудан: мен уа Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам, маған исламға қатысты сондай бір сөзді айтыңызшы, сізден кейін ол туралы ешкімнен сұрамайтындай болайын деді. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам Аллаға иман келтірдім деп айтты, түзу жүр деді. Яғни Алла жалғыз, ла иляха иллалла деді, түзу жүр деді. Хадистің мәтіні имам Муслимге тиесілі деді. Хадистер қайталанып келіп жатыр, байқаған болсақ, яғни барлығына да пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның бұдан түсінетініміз негізі тақырыбымыз не еді? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сахабаларының мінез құлықтарын ескеруі, шама шарқына жетіп, әрқайсысына өздерінің шама шарқысы деңгейі жететін дәрежеде ғана өсиет айтатын болған пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Уқба ибн Амирден радиаллаху анхудан: мен уа Алланың елшісі, құтылудың жолы не дедім. Яғни тозақтан құтылу. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам: өз тіліңе абай бол, қажетсіз үйіңнен шықпа, қателігің үшін жыла деді. Аталмыш тақырып аясындағы хадистерден пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам адамдарға бір амалды өсиет еткенде олардың жағдайы мен қажеттілігі әртүрлі болатынын ескергенін аңғарамыз. Дәл солай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Алла Тағалаға ең ұнамды, ең абзал амал қайсысы деген сұраққа да түрлі жауап айтқанын көреміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам адамға қарап оның жағдайы үшін өте маңызды, ең қажет амалды үйреткен. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам оны қайдан білді десе, осы хадис шархшылары, хадисті түсіндіріп беретін ғалымдарымыз, пайғамбарымыз әрбір сахабасын қолынан келгенше жеке-жеке сөйлесіп, сұхбаттас болып, ішкі дүниесін ақтарып, бұлайша айтқанда қазіргі күнде ең мықты психологтардың психологы болатын болған пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Онымен ішкі дүниесін, жан дүниесін ақтарып сөйлесіп, оның қай жерінде қателіктері, қай жерінде кемшіліктері бар болса, сол кемшіліктерін толықтыратын тұстарын айтып отырған. Мысалға, бір кісінің ашуы тез шығатын болған. Сол кісіге ла тағдаб дейтін болған, ашуланба дейтін болған. Ол бірнеше мәрте сұрақ қойды дейді. Маған өсиет айтыңыз я Расулалла дегенде, ла тағдаб, ашуланба. Тағы да сұрағыңызда ла тағдаб деп айтты дейді. Сонда әлгі кісі тағы да сұрады: я Расулалла, маған енді айтқанда басқаша нәрселер айтыңызшы дегенде, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам: ла тағдаб фа иннака фил жанна.
ашуланбасаң сен жәннатқа кіресің деді. Яғни бір адамдарда сондай қасиет болады, ол ашуын ұстай алмайды. Соны пайғамбарымыз сезінген, сен осы нәрсемен жұмыс жаса, яғни сен ашуыңмен жұмыс жаса. Екінші адам не деп айтты? Уа Алланың Расулы, құтылуды маған үйрет деген кезде не деді? Мынаған ие бол деп тілін ишарат етті. Яғни ол адам тілінен жаман сөз сөйлейді. Мысалы, біреуді сөгіп жібереді, боқтап жібереді, я болмаса біреуге қатты сөз сөйлейді, дөрекі айтып жібереді. Соны сезінген, соны байқаған пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, сен тіліңді тый деп айтты. Және бір адам сұраған кезде, я Расулалла, маған құтылуды үйрет, маған ең сауапты амалды үйрет деген кезде, аштың қарын тойғызу деді. Ол адам өзі жағдайы бар еді, жағдайы жақсы адам еді, қолынан келетін еді бір адамның қарын тойғызуға. Мысалға, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға кедей сахабалар, өзі біреудің қолынан мұқтаж болып тұрған сахабалар сұраған кезде, ашты тойғыз, садақа бер деген нәрселерді айтпаған. Қарап отырғанда әркімнің шама шарқысы неге жетеді? Сол жерін, кімде қандай минус көбірек, сол минусты плюс қылуға, толықтыруға пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам әрқайсысына жеке-жеке солай айтатын болған. Бұл хадистерден түсінгеніміз осындай мағына екен. Абдулла ибн Амрден радиаллаху анху, бір адам Алла елшісінен саллаллаху алейхи вассаламға исламда қай амал жақсы? Фи айи амал ахаббу илаллах, айи амал фил ислами ахаббу фил ислами деген сияқты сұрақтар қойған кезде не деп жауап берді? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, аш адамды тамақтандыру деді. Әрі таныған адамыңа да, танымаған адамыңа да сәлем беру деді. Имам Бухари мен Имам Муслимде келген хадис. Яғни сондай жағдайы бар сахабаларға мысалға тамақтандыру жайында көбірек хадис айтатын болған. Мысалға, кейбір адамдар тамақтандыруға шамасы келген адам, әрине ол қандай адам болады? Мансапты адам болады, бір жұмысы бар, ақшасы бар адам болады. Сол адамның жүрегіндегі кішкентай жаңағы өр көкіректік болмау үшін да, оны түсіріп, оны тәрбиелеу үшін де не деп жатыр? Танығаныңа да, танымағаныңа да сәлем бер деп жатыр. Адамдармен былайша айтқанда аралас. Мысалға, адамдардың өзі табиғаты әртүрлі болады. Интроверттер деген болады, және экстраверттер деген болады. Ғылымда, психологияда солай бөлінеді. Интроверттер деген олар көбінесе іште қалады, сыртқа шықпайды, олар адамдармен араласпайды, жалғыздықты жақсы көреді. Сондай адамдарға пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам көбірек аралас, сыртқа шық, адамдарға сәлем бер, амандас, қал жағдайын сұра. Мысалға, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға бір кісі, о Алланың елшісі, мен бай болғым келеді деген кезде, бай болғым келсе туысқан бауырларынан хабар ал деді. Сондай хадистер айтып отыр. Ал кейбір мысалға жаңағыдай керісінше сыртқа шығып, әйтеуір бір былайша айтқанда бір приключение іздеп жүретін адамдарға не деп айтты? Үйіңде отыр деді. Үйіңде отырғаның абзал болады деді. Жаңа хадисте айтты ғой, я Алла маған құтылуды үйрет, Алланың елшісі маған құтылатын амалды үйрет деген кезде, тіліңе абай бол, қажетсіз үйіңнен шықпа деді сыртқа. Және не деп айтты? Қателігің үшін жыла деді. Яғни оның көп қателігі бар деген сөз да. Пайғамбар сен мынандай нәрсені қате қыласың деп айтпаған, айналдырып тұрып, өзі түсінетін қылып жеткізіп отырған екен. Абдулла ибн Амрден радиаллаху анху былай дейді, Алланың елшісінен былай деп сұрады дейді. Мұсылмандардың қайсысы жақсы деп сұрады дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, басқа мұсылмандар тілі мен қолынан зиян көрмеген мұсылман. Яғни ол төбелескіш болуы мүмкін, мысалға. Келген адам жұдырықпен салып жіберетін болуы мүмкін, қойып қалатын болуы мүмкін. Сондай қасиетін байқап қалса, пайғамбарымыз оған мынау неңді тыйып жүр деген мағынада, тағы да сен деп айтпағанда, сен осыны ұрушы болма, мұсылмандардың ең жақсысы деп айтқан, қолын тыйған және тілін тыйған басқа мұсылмандарға тигізуден деген. Мына жерде бәрі хадистер бір-біріне ұқсайды екен. Абдулла ибн Масуд деген сахабада айтып жатыр. Одан Алла разы болсын. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассаламнан сұрадым дейді. Амалдардың қайсысы ең абзал деп сұрадым. Бір риуаятта амалдардың қайсысы Аллаға ең ұнамды деп сұрадым дейді. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам уақытында оқылған намаз деп айтты. Бұл 5 уақыт намаз оқып жүрген адам, уже намазды үйренген, оразаны ұстап жүрген адам. Сондай адамға не деп жатыр? Уақытылы оқылған намаз. Ал әлі намазды түсінбейтін, намазды білмейтін адамға сен уақытылы оқылған намаз десең, оған ауыр келеді ол сұрақ. Ол үкімше, былайша айтқанда. Оған бірінші Алланы таныту керек, оған бірінші дәрет үйрету керек деген сияқты.
Мынау сахаба, сондай деңгейдегі сахабаға уақытында оқылған намаз деді. Мен сонан соң қайсысы я Расулалла дегенде, ата анаға жақсылық жасау деді. Мен содан соң қайсы деп сұраған кезінде ол Алла жолында соғысу деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарға жаным ашығандықтан артық сұрақ қоймадым дейді. Кеше де осы хадистерді оқыған едік. Ары қарай осы хадиспен аяқтайық. Мынау ұзындау хадис екен. Абу Я'ла Хасғам руының бір адамнан риуаят еткен дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға келгенде ол бір топ сахабамен бірге болған еді. Мен оған Алланың елшісі деген сіз бе дедім дейді. Ол я деді. Мен Алланың елшісі, амалдардың қайсысы Аллаға ең сүйкімді деп сұрадым. Ол Аллаға иман келтіру деді. Көрдіңіз бе? Намаз оқу деп айтқан жоқ. Ол себебі сырттан келді. Өзі пайғамбарды да танып тұрған жоқ. Сен ба пайғамбар деп сұрадым дейді. Сен ба пайғамбар деген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, я мен деген кезде, мен онда сен пайғамбар болсаң айтшы, Аллаға ең сүйкімді амал қайсы деген кезде, уақытылы оқылған намаз деп айтқан жоқ пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Оған не деп айтты? Аллаға иман келтіруің деді. Көрдіңіз бе? Яғни бұдан не түсінеміз? Жаңа Абдулла ибн Масудқа не деп айтып еді? Аллаға иман келтіруің деп айтып отырған жоқ. Ол себебі иманға келіп қойған. Аллаға иман келтіру керек екенін біледі. Дәл сол сияқты құрметті жамаат, қазір кейбір бауырларымыз жоқ та, бар болғанда айтатын едім. Маған WhatsApp-ыма жазады. Сен таухид туралы айтпайсың дейді. Молдеке ананы айта бергенше таухид айтпайсың ба адамдарға дейді. Адамдар альхамдулилля таухидті. Сіз Алланың жалғыздығын білесіз ба? Білесіз ба? Білесіз. Сіз білесіз ба? Білесіз. Білетін адамға несін айта береміз? Ойбай, Алла жалғыз, Алла жалғыз. Ол таухидті өз айтатын кезі болады. Таухидті. 1 жыл бойы, 2 жыл бойы бір таухидті айта бергеннен не болады? Оны біледі ғой, қазір ешкім бұтқа сыйынбайды ғой. Сіз мысалға иконаға сыйынасыз ба? Я сіз мынанда креске сыйынасыз ба? Осы Құдай деп сенесіз ба соған? Жоқ, сіз Құдай Алла жалғыз деп сенесіз ғой. Альхамдулилля, біздің осы Қапшағайымызда осы мешітке келетін адамдар дерлік 100% Алланың жалғыз екеніне сенеді. Оған неменеге оны таухидті айта береміз? Алла жалғыз, Алла жалғыз. Ол бөтен басқа жердегі адамдарға, әлі діннен ешқандай хабар жоқ адамға айтамыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мысалға Абдулла ибн Масудқа айтқан жоқ қой. Аллаға иман келтіру ең сүйкімді амал деген жоқ. Кімге айтып отыр? Басқа ауылдан, айдаладан бір келген адам пайғамбарды танымайды. Сен ба осы пайғамбар деген адамға пайғамбарымыз не деп айтты? Ең сүйкімді амал иман келтіруің деді. Аллаға иман келтіруің. Міне пайғамбар сол кісіге таухидті айтып отыр. Одан алдыңғы кісіге не деп айтты? Уақытылы оқылған намаз деді. Ал енді сіз ойлаңыз, сондай айдаладан келген адамға уақытылы оқылған намаз десең, молда не айтып отырсың? Намаз деген не ол дейді ғой? Не үшін оқимын дейді. Оған міне ол кісіге таухид айту керек болады. Оған Алла жалғыз, бізді бекерден бекер жаратқан жоқ. Бұл нәрсе мынау әлемге біз бекерден бекер келіп қалған жоқ. Біз бұның бір жаратушысы бар деп ғылыми тілмен, діни тілмен бәрін түсіндіріп беріп, ол мойындағаннан кейін, дұрыс екен, Алла жалғыз екен ғой. Ал енді сол Аллаға не істейміз дегенде, енді айтамыз, уақытылы оқылған намаз деп. Көрдіңіз бе? Енді ол сұрайды, уақытылы намаз деген не дегенде, намаз оқу үшін аятты айтамыз. Ида кумтум иля салати фагсилу вужухакум. Қашан намазға тұрғыларың келсе, беттеріңді жуыңдар, қолдарыңды шынтаққа шейін жуыңдар, бастарыңа масих тартыңдар, аяқтарыңды тобықпен қоса жуыңдар деген аятты оқып береміз. Яғни дәрет үйретеміз оған. Кейін дәретті алып болғаннан кейін барып оған намаз үйретеміз. Көрдіңіз бе? Яғни барлығы сатылы. Айналып келіп бір темаға жабыса бергеннен түк пайда жоқ оның. Басқа нәрселерді де айту керек иншалла. Ары қарай не деп айтты? Алланың елшісі амалдардың ең сүйкімдісі қайсы деген кезде, Аллаға және оның елшісіне иман келтіру деп айтты. Алланың елшісі сосын қайсысы деп сұрадым. Ол туысқанмен қатынасты үзбеу деді. Мен Алланың елшісі сосын қайсысы деп сұрадым. Ол жақсылыққа бұйыр, жамандықтан тыю деді. Мен Алланың елшісі амалдардың қайсысы Аллаға ең жек көрінішті деп сұрадым. Ол Аллаға серік қосу. Мен Алланың елшісі сосын қайсысы деп сұрадым. Ол туысқанмен қатынасты үзу деді. Мен Алланың елшісі сосын қайсысы деп сұрадым. Ол жамандыққа бұйыру, жақсылықтан тыю деді. Яғни бұл хадистен түсінгеніміз, қараңызшы, қарама қайшылығын айтып отыр. Ең үлкен сауап, ең бірінші амал не екен? Аллаға және оның пайғамбарына иман ету. Ең сүйкімді амал. Көрдіңіз бе? Одан кейін оған керісінше ең жаман амал не екен? Аллаға серік қосу,
туысқан бауырмашылықты үзіп тастау, туысқан бауырлармен қарым қатынас жасамай қою. Қазіргі күнде ой, мен иманға келдім, намаз бастадым, пәленше ол намаз оқымайды, мен оның үйіне бармаймын дейді. Оның үйінде жаңағы арақ бар, басқа бар, анау бар. Жоқ, жарайды, сен бар, сен қойған кезде қоймайтын шығар столыңа. Сен соны қоймаған кезде бар, насихат айт, мықты болсаң, оған Алланы таныстыр, түсіндір. Вот, сол адамға таухидты айт. Көрдіңіз бе? Мешітке келіп намаз, 5 уақыт намаз оқып жүрген адамға, жұмаға келіп жүрген адамға неге бұл таухидты айта береміз оған? Не керегі бар оған? Ол біледі Алланың жалғыз екенін, сенеді, сол сенген үшін келіп отыр мешітке. Аллаға сенбесе не үшін келеді? Иванға сенген үшін келмейді ғой мешітке. Мысалға да, я бұтқа сиынған үшін келмейді. Бұл жерде бұттың суреті жоқ, мысалға. Аузубилля. Енді сондықтан да әрбір жердің өзінің айтатын орны болады. Осы жермен қорытындылайық. Ахир давана анилхамдулиллахи раббил аламин. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сүннетімен жүруге баршамызға Алла тағала нәсіп етсін.